Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай әдемі, тойымды, өте дәмді болып шығатын бауырсақ дайындайтын боламын. Қажетті заттарымыз жылы су, майонез, ұн, тұз, сұйық май, ашытқы, қант қажет. Ең алдымен жылы суымызды құйып, сұйық майымызды, қантымызды, тұзымызды, яғни майонезімізді салып, ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды біртіндеп салып, яғни қамыр илеуге кірісеміз. Қамырымызды өте жұмсақ қылмаймыз, орташа жұмсақтықта илеуіміз қажет. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып, яғни көтерілгенін күтеміз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін ұнымызды салып, екі бөлікке бірдей қылып бөліп аламыз. Бөліктерімізді осылай домалақтап, оқтаумен шайып аламыз. Яғни қамырымызды өте жұқа қылмаймыз, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қамырымызды осылай домалақтап, барлығын бірдей қылып, яғни кесіп аламыз. Сол кезде бауырсақтарымыз барлығы бірдей әдемі болып шығады. Бауырсақтарымыздың көтерілгенін күтеміз. Енді қызып тұрған майымызға бір-бірден салып, асты қызарғанша пісіріп аламыз. Асты қызарғаннан кейін екінші жағына аударып, екінші жағында дәл солай қызартып пісіріп аламыз. Яғни барлық бауырсақтарымызды осылай әдемілеп қызартып пісіріп алуымыз қажет. Бауырсақтарымыз міне бізде осындай әдемі, өте тойымды, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.